Құрметті көрермен, каналымызға тіркеліп, ойыңызды пікірде қалдыруды ұмытпаңыз. Бүгін сізге жүректі дір еткізер бір келіннің үнсіз тағдырын баяндаймын. Бұл көптеген әйелдің ішкі шындығы. Бұл келін құл емес атты шынайы әңгіменің алғашқы бөлімі. Кейде келін атану жаңа өмірдің басталуы емес, еркіндігінен айырылатын сәт болуы да мүмкін. Бұл Айнұрдың оқиғасы. Бақыт іздеген бір келіннің үнсіз күресі. Ақ көйлек киіп, ақ арманмен табалдырақтаған сәт. Көңілінде үміт, жүрегінде сенім. Енді бақытты боламын деген ой жүрегінде тұрды. Есікті ашқан бойда жүрегі дір етті. Бейтаныс үй, салқын ауа, салқын көзқарас, қатаң үнсіздік. Сәлемін салды. Енесі үн қатпастан басын изеді де, төрге өт деді қысқа ғана. Бұйрық секілді естілді. Жылы сөз жоқ. Жымимайды да. Айнұр сол сәтте бұл табалдырық жай ғана үйдің шегі емес, бұл өз өмірінің басқа тарауына өтер шек екенін түсінді. Бірақ бұл тарауда мейірім жоқ екен. Алғаш күндерден ақ бәрі айқын болды. Бұл үйде келін, қызметші. Күн сайын бір сценарий: ерте тұру, үй жинау, ас дайындау, үнсіз орындау, сұрақ қоймау, шаршамау, тек үнсіз істеп жүре беру. Рахмет айтылмайды, жылы сөз айтылмайды, тек ескерту, тек кемсіту. Бұлай кесілмейді, бізде бұлай істелмейді, немене шешең үйретпеген бе деген сынды мысқылды сөздер. Айнұрдың жүрегі удай ашыды, үнсіз жұтты. Өйткені бұл үйде келіннің көз жасы артық еді. Бірде ыдыс жуып тұрып, қалт тоқтады. Шүмектен аққан суды қарап тұрды. Жаңа түскен келін емес, ешкімге керексіз бір көлеңке секілді сезінді өзін. Неге мен деді ішінен, бірақ жауап жоқ. Нұрсұлтан Айнұрдың күйеуі. Ол бастапқыда жылы сөйлейтін, қамқор көрінетін, нағыз сүйікті жар болады деп оны сендірді. Айнұр соған жан тәнімен сенді. Сеніп бар үмітін оған аманат етті. Бірақ неке қиылған соң бәрі өзгерді. Күйеуі үнсіз, бұрынғы мейірімділік жоқ. Анасынан бір ел ажырамайды. Айнұрдың әрбір мұңы еркелік, әрбір шаршауы мінез көрсету, әрбір ескертуі сыйламаушылық болып қабылданатын. Ол бірде қатты сырқаттанып қалды. Қалтырап денесі ысып жатты. Тіпті күші де жоқ. Көзін әрең ашып жатыр. Ас дайындауға ешқандай қауқары болмады. Енесі бөлмесіне кіріп келіп, еркелемей тұр, жұмысыңды істе. Бір күн ауырдың екен деп жата бересің бе? Деді қатқыл үнмен. Сөзінде де, жүрегінде де еш мейірім болмады. Одан жауап та күткен жоқ. Айнұр көзін жұма салды, үнсіз қалды. Қолынан ештеңе келмеді. Жүрегі ауырып жатты. Жан дүниесі ауырланып кеткен сияқты. Кешке күйеуі үйге келді. Айнұр әлсіз үнмен: "Жаным, маған көмектесші, мен қатты ауырып жатырмын", деді. Дауысында үміт бар еді. Одан мейірім күтті, жанашыр сөз күтті. Бірақ күйеуі көзін тайдырып: "Анамды ренжітіп жатырсың, мінезің абай бол", деді де сыртқа шығып кетті. Сол сәтте Айнұрдың іші күйіп түсті. Қатты. Көзінен жас ақты. Көрпе астына тығылып өксіп жылады, тыныш жылады. Өйткені бұл үйде жылау да әлсіздік. Сол түні ол бір сұрақ қойды өзіне: "Мен күйеуге шықтым ба, әлде анасының сөзінен аса алмайтын бір еркектің етегінен ұстадым ба?" деген сұрақтармен ішінен шешімін таба алмады. Айнұр бұл үйде кім? Келін бе, қызметші ме? Сырттай бәрі жақсы, үйі бар, күйі бар, той жасалды, фото бар, бірақ ішкі жан дүниесінде ешқандай тыныштық жоқ. Бос кеуде. Ол күн сайын өзімен күресіп жүр. Көңіліндегі сұрақтарға жауап іздеп, әлі таппай жүр. Өзін табуға тырысып та жүр, бірақ бұл үйде оған орын жоқ екені белгілі. Төрге өт деді, бірақ ол осы үйдің төрінде емес, табалдырығында тұрып қалғандай сезінеді өзін. Кейде адам ең үлкен соғысты ішкі әлемінде бастан кешіреді. Айғайсыз, жанжалсыз, тек үнсіз күрес. Айнұрдың өмірі дәл сондай күреске айналды. Келін болып түскен үйінде таң атқаннан түн батқанға дейін тірлік, тірліктің артында ескерту, ескертудің артында кінәлау. Бірақ ол үндемеді. Көңілі ауырып тұрса да жымиды. Көз жасын жұтып жүріп күлімдегендей болды. Себебі оған жылама, бұл өмір, шыда деген сияқты естілетін. Шыдады. Күнде таң алдында тұрып шай қойды. Күйеуінің киімін үтіктеп, енесінің таңғасын дайындады. Барлығын үнсіз істеді. Үнсіз, бірақ жүрегі айқайға салып тұрды. "Мен де адаммын, менің де сезім бар", деп айқайлағысы келді. Бірде енесі туыстарын шақырды. Айнұр таңнан кешке дейін ас үйде жүрді. Бір қолымен қамыр жайып, бір қолымен баланы тербетіп, жүгіріп жүріп дастархан жайды. Үстел толы тағам. Бәрі риза секілді. Тек оның еңбегін ешкім де байқамады. Туыс әпкесі: "Келіндерің жаман емес екен", дегенде енесі жай ғана: "Иә, енді үйреніп келе жатыр", деп жауап берді. Сол сәтте Айнұрдың жүрегі шым етті. Үйреніп келе жатыр. Талай рет ауырып тұрып тамақ істегені, қанша рет ескерту естіп тұрып тістеніп шыдағаны, бір ауыз мақтауды артық көрінді ме деп іштей қынжылды. Кешке бөлмесіне кіріп көз жасына ерік берді. Тыныштықта жүрегімен сырласты: "Мен кіммін? Осы өмір маған не үшін берілді? Шын бақыт деген не болды?" Іштей езілді. Сол сәтте есік ашылып, баласы кірді. Кішкентай ғана бейкүнә бала: "Анашым, неге жылап отырсың?" деді. Сол сәтте Айнұр өз-өзіне келді. "Мен бұлай мүжіліп отыруға хақым жоқ", деді. "Менің балам бар, менің үмітім бар, менің ішкі рухым әлі тірі". Ол өзіне сөз берді:
Енді мен тек үнсіз көнбеймін. Мен бұл күресте жоғалмаймын. Мен жылаған келін емес, намысын сақтаған ана боламын, деп өзіне серт берді. Сол күннен бастап ол жай ғана көнбеуді үйрене бастады. Бәріне қарсы шықты дей алмаймын, бірақ өзін жоғалтпауға ұмтылды. Жай ғана шәй емес, жүрегіндегі шындықты қайната бастады. Күйеуіне де ашық сөйлей бастады. Мен сенің көлеңкең емеспін деді. Мен сенің серігіммін. Мені енеме емес, өзіңе жар етіп алдың ғой деді. Күйеуі алғашында түсінбеді. Сен өзгеріп барасың деді. Айнұр жай ғана жымиды. Жоқ, мен енді өзімді жоғалтқым келмейді деді. Кейде үнсіздік әлсіздік емес, ішкі айқайдың естілуін күтетін сәт. Айнұр енді үнсіз күресіп жатқан жоқ. Ол ішкі әлемін қорғап, шекарасын сызып келеді. Жүрегін жоғалтпай, намысын таптатпай, үмітін сөндірмей келеді. Келін құл емес, келін отбасының шамы. Оны өшірмеу әр отбасының парызы. Айнұр күйеуімен сөйлесуге талпынды, ашық сөйлесті де. Мен бұл өмірде жай ғана біреудің келіні болу үшін өмір сүріп жатқан жоқпын. Мен адаммын. Мені тыңда, мені түсін деді. Егер сен маған шын жар болсаң, мені қорғай біл деді. Нұрсұлтан үнсіз тыңдады, бірақ сол баяғы анасын жақтады. Сенің айтқандарың анама қарсы шыққанмен бірдей деді. Отбасында ананың сөзі бірінші болу керек деді. Айнұр жымиды. Көзінен жас емес, шешім шықты. Ендеше мен бұл үйде өз орным жоқ екенін түсіндім деді. Сол түні Айнұр ұйықтамады, баласын қасына алды. Түнгі тыныштықта жүрегімен сырласты. Мен әлсіз емеспін, мен жай ғана енді үнсіз қалмаймын деді. Таң атқанда чемоданын жинады, есіктің алдына келіп тоқтады. Енесі бір бұрышта қарап тұр, күйеуі де үнсіз тұр. Айнұр артына бір сәт қарап, мен кетіп барамын, бірақ көңілімде ашу жоқ. Мен бұл үйден жек көріп емес, өзімді тауып бара жатырмын. Егер мен бұл үйде адам болып қадірленбесем, мен өз орнымды табуға кеттім деді. Есік жабылды. Жай ғана есік емес, оның жүрегіндегі үмітсіздікке апарар жол жабылды. Көп ұзамай Айнұр жұмысқа орналасты. Баласын балабақшаға берді. Өз өмірін қайтадан бастады. Алғашқы күндері қиын болды. Жалғыздық, сағыныш, өткенге деген өкініш. Бірақ оның жанында ең үлкен демеу бар еді. Өзін жоғалтпай, сақтап қалған рух. Өз қадірін сезінген жүрек, сынбай, мүжілмей қайта тұрған ана. Уақыт өтіп жатты. Айнұр жарқырап шыға бастады. Өзіне күтім жасады, жаңа достар тапты. Сүйікті ісімен айналысты. Жайлап жүзіне күлкі үйірілді. Үнсіздіктің орнына еркін тыныс келді. Бір күні балапаны анасынан сұрады. Анашым, неге біз басқа үйде тұрамыз деді. Айнұр сәл жымиды, төмен қарап. Өйткені бұл жерде анаң өзін бақытты сезінеді балам деді. Бұл тек бір келіннің ғана емес, мыңдаған үнсіз әйелдің әңгімесі. Келін болу, қызметші болу емес, жар болу, көлеңке болу емес. Кейде өмірде өзің үшін күресу, бүкіл тағдырыңды құтқару деген сөз. Айнұр сондай қадам жасады. Сол қадам арқылы өз рухын, өз қадірін сақтап қалды. Құрметті көрермен, егер бұл әңгіме жүрегіңізге тисе, басқа әйелдердің де көзін ашуға көмектескіңіз келсе, видеоны бөлісіңіз, пікір жазыңыз және каналымызға тіркеліңіз. Себебі әрбір әйел бақытты болуға лайықты, әрбір келін құрметке лайықты және ешбір әйел құл болуға міндетті емес. Келін құл емес, сіз де өзіңізді ұмытпаңыз.